Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан құрамы өте қолжетімді заттардан дайын болатын, 10 минут қана уақыттарыңызды алатын, өте дәмді, ішінің бәрі толықтай пісіп шығатын кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір ғана жұмыртқаны салып, кішкене араластырып жібереміз де, оның үстінен 100 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Үстінен сүтіміз бен сұйық майымызды қосып, тағы да бір рет венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл кексті миксермен немесе кішкентай ғана вилкамен араластырып жасай берсеңіздер де болады. Үстінен ұнымызды електен өткізіп салып, оның үстінен бір шай қасық разрыхлителімізді салып, венчиктің көмегімен барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де бізде осы массамыздан ровно 10 штук кекс шығады. Бір қасықтан бірінші барлығына салып шығамыз. Мен артықтау алып қойыппын мына жерде 12 штуктай. Бірақ та ровно 10 штукқа салып пісіріп алдым. Қазақстан шоколадының кішкене бөлігін алып, пышақпен осылай майдалап турап, бетіне әдемі болу үшін сеуіп шықтым. Сіздер ешнәрсе сеппей, құр өзін пісіріп ала берсеңіздер де болады. Немесе мейіз, жаңғақ, сондай ягоды кішкене бетіне сеуіп пісіріп алсаңыздар да, дәмі де түрі де өте әдемі көрінетін болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін міндетті түрде шпажка тығып, немесе зубочистка тығып көресіздер. Егер де құрғақ болса, біздің кексіміз пісті деген сөз. Міне қараңыздар, өте оңай алынады, ешқандай да жабысып қалмайды, іші де толықтай пісіп шығады, өте әдемі болады. Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызбен Instagram, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.